Өте қуанышты жаңалығымен сіздермен бөліскелі отырмын. Отандық өнім жобасындағы ханымдар мен мырзалар. Умраға кетіп бара жатқан кезде менен рактың признагі шыққан болатын. Опухоль деді, қарадақ деді, операция жасаймыз деді. Сонымен қайтып келгеннен кейін біраз жүріп қалдым. Жүргеннен кейін шақырып болмағаннан кейін 3 күн дайындалып 27 күні операцияға бардым. Сонда не dedi десеңіздерші маған, тап-таза болып, ағзам өте жақсы қалпына келіп, ешқандай рактың признагі тұрмақ, түйірі де жоқ болып шықты. Ол яғни ішек құрылысымнан. Таң қалып, мені ПТК-ға апрельдің ортасына таман жіберді. Енді онда да ештеңе жоқ болуы тиіс деп ойлаймын, потому что қарақатқаным маған ударный доза менен осы Биялаевты осы жерде жүрсіз ғой деп екі упаковкасын осыны міндетті түрде ішіңіз деп берген. Мен соны кереметтей пайдаландым. Отандық өнімнің